Сонымен банк немесе ЧСИ, жеке сот орындаушы, сізден үйді тартып ала алмайтын кездер болады. Ол қай кездер? Ең біріншіден сіздің қарыз сомаңыз үйдің бағасынан 10% аз болатын болса. Мысал үшін айтамыз, сіздің банктегі ипотекадағы үйіңіздің қарыз сомасы 4 миллион теңге, ал үйдің бағасы 40 миллион теңге болатын болса, бұл жағдайда банк немесе жеке сот орындаушы сіздің үйіңізді тартып алып, сатып жібере алмайды. Екіншісі, отопительный сезон деп айтамыз, яғни ол қазан айынан басталып, бізде қателеспесем сәуір, мамыр айына дейін жалғасады. Сол отопительный сезонда ешкім сіздің үйіңізді тартып алып, сізді выселениеге шығара алмайды. Және де үшінші айтатыным, егер де ол ипотекадағы тұрған залоговый имущество дейміз, баспана, сіздің жалғыз баспанаңыз болатын болса, мұндай жағдайда банк немесе жеке сот орындаушы сіздің үйіңізді тартып ала алмайды. Бірақ бұл нәрселердің барлығын сіз өте жақсы білуіңіз керек, және де банкке, жеке сот орындаушыға бұл туралы айтып, түсіндіріп, жазбаша арыз жазуыңыз қажет. Бұлай жазбайтын болсаңыз, айтпайтын болсаңыз, банкта, жеке сот орындаушыда сіздің бұл баспанаңыз Қазақстан республикасы бойынша жалғыз баспана екенін білмей қалады.